Ассалаумағалейкум, құрметті менің оқырмандарым, мынау YouTube каналымның және Instagram парақшамның оқырмандары. Бүгін мынау қозғайын деп отырған тақырып өте ауқымды тақырып. Соған байланысты мынау тақырып басталмас бұрын төмен қарай мынау подписаться батырмасын басып тіркеліп алыңыздар және де бұл видеоны аяғына дейін қараңыздар. Өте құнды мәлімет беретін боламын. Сонымен қатар достар, WhatsApp чаттарға, сонымен қатар достарыңыз, таныстарыңызға таратыңыздар. Өйткені сіздің осы жіберген таратқан видеоңыз біреуге пайдалы болуы мүмкін. Олай болса, көп жігіттердің қазіргі көтеретін проблемасы, қазір қоятын сұрақтарының бірі осы мынау мүшем неге өспей қалды, мынау неге кішкентай, қалай өсірсем болады, не істесем болады, үйленген кезде мынау әйелдің хақын бере алмай қалам ба деген сияқты сұрақтар көп келіп түсуде. Соған байланысты осы видеоны түсірейін деп шешіп отырмын. Олай болса, мынау қазіргі қоғамда мынау әрбір еркек өзінің достоинствосын дейді ғой, қалыпты болғанын қалайды әркімнің. Әрине арманы деп айтсам болады. Соған байланысты мынау не себепті осы мүше дұрыс өспей қалады, дамымай қалады. Соған бүгін тоқталып кететін болсақ. Олай болса, алғашқы мынау мүшенің өспей, еркектің жыныс мүшесінің өспей дамымай қалу себептерінің біріншісі түрі, яғни негізгі себептеріне келетін болсақ, бұл бізде тестикулярды дискинезия, яғни бұл тестикуланы, яғни жұмыртқа еннің дамымай қалуы, бұзылысы ақауларына байланысты, аномалиясына байланысты. Осы жерде аномалия болғаннан кейін, ақау болғаннан кейін бұл жыныстық жетілудің дұрыс болмауына байланысты еннің және де мынау жыныс мүшенің дұрыс дамымай қалудың бірден бір себебі осы болып табылады. Ал енді келесі себептерге келетін болсақ, мынау тестостерон және дигидротестостерон синтезінің бұзылысы, яғни ақаулар деп айтсақ болады. Өйткені білесіздер, мынау еркекті еркек қылып жүрген бізді осы гормонның бірі тестостерон гормоны. Яғни бұл гормондардың ішіндегі королі деп айтсақ болады. Осы гормонның және дигидротестостерон гормонының ақаулар болған кезде, оның синтезделуі төмендеген кезде ағзада мынау жетіспеушіліктер байқалады. Еркектің даму жүйесіне әсер етіп, өсу гормондарын тежеу арқылы еркектің жыныстық жетілуі уақытылы тоқтап қалуы мүмкін. Соған байланысты жыныс мүшенің өспей қалу себептерінің екінші негізгі себептері осы болады. Және үшінші себеп келетін болсақ, 5 альфа редуктаза, яғни бұл жетіспеушілігіне байланысты дейді. Бұл 5 альфа редуктаза деген бұл фермент, яғни біздің тестостерон гормонды синтездеуге яғни қатысатын фермент болғандықтан бұның жетіспеушілігі де әсерін тигізеді. Өйткені бұл фермент арқылы еркектің гормондары синтезделеді. Соған байланысты бұл гормонның синтезделуіне маңызды 5 альфа редуктаза деп айтады. 5 альфа редуктаза маңызды рөл атқарады. Және де келесі себептерге келетін болсақ, ол тағы да мынау гонадотропиндердің жетіспеушілігі. Яғни гонадотропин дегеніміз бұл жыныстық гормондардың жетіспеушілігіне байланысты болады. Соған байланысты егер жыныстық гормондар мынау ересектік шаққа өтетін уақытта егер агрозинде азайып кеткен болса, бұл гормондар ақаулар болатын болса, балалық кезде болатын болса, әрине бұл ер баланың жыныс жүйесі дамымай қалуы мүмкін гормонға байланысты. Соған байланысты әрине бұл 8 жас пен 14 жастың аралығында өте мұқият болу керек ер балаларда әсіресе. Осы кезде жыныстық даму алдында ер баланың жыныс мүшесі қалыпты өсу болу керек. Және де жігіттер, келесі мынау қосымша себептерге тоқталып кетсек, бұл енді тағы да айта берсек себептер өте көп. Соған байланысты қосымша себептерді сіздерге түсіндіріп кетсем, мысалы біреу айтады, менің жыныс мүшем кішкентай, бірақ тұрған кезде, қозған кезде қалпына келеді деп. Оны түсіндіріп кетті сіздерге. Мынау біздің медицинада жасырын орналасқан жыныстық мүше болады. Ол енді скрытый деп айтады, ішіне кіріп кетуі мүмкін мүше. Бірақ мынау қозу барысында қалыпты жағдайда шығады. Бұны енді кішкентай жыныс мүше деп айтудан қажет жоқ. Ол өйткені ол мынау қасаға сүйегіне байланысты болуы мүмкін, туғаннан болуы мүмкін жыныс мүшенің өлшемі қалыпты, бірақ өз ішінен кіріп тұратын. Бұл жасырын түрде орналасқан. Екінші себептердің бірі мынау
денесі үлкен болуы мүмкін, яғни артық салмақ жинап алуы мүмкін. Қасаға тұсына майдың жиналуына байланысты. Мынау терастылық май дейді ғой, клетчатка дейді ғой, клетка. Клетчатканың құрамы мысалы мынау майдың қалыңдығына байланысты қасаға сүйеген май басу арқылы жыныс мүшенің өлшемінде кішірейіп кетуі мүмкін. Соған байланысты ол да бір себеп болып табылады. Әрине азғаннан кейін 1-2 сантиметр болса да жыныс мүшесі бері қарай қозып шығуы мүмкін. Өйткені бұның барлығы май басып тұрғаннан кейін болады. Және де келесі қосымша себептердің бірі бұл мүшенің өспей қалу, дамымай қалуының түрі. Мынау көп жастардың арасында мынау айтатын болсақ, ересектік шаққа өтетін переходной возраст кезінде мынау ер балалардың мынау жыныс мүшесімен жиі айналысуы, яғни мастурбация жасауы, созғылауы, осының кесірінен кей жағдайларда мынау енді ғана дамып келе жатқан жыныс мүшенің тежелуіне алып келуі мүмкін. Ерте жыныс мүшенің қоздыруына байланысты, ол жердегі гормондардың, өсу гормондарын тоқтап қалуына байланысты, ол да мынау жыныс мүшенің өспей қалу себептерінің қосымша түрі болып табылады. Және де мынау айтып жатырмыз ғой, мынау мүшенің өспей қалу себептері, қосымша себептері деп жатырмыз. Және де бұл осы себептерді алдын алуға бола ма? Әрине болады. Бұны ересек жасқа жетпес бұрын алдын алу керек, балалық кезден. Мынау бізге дәрумендерге құнары мол тағамдарды балаға мысалы ерте жастан беру керек мысалы. Одан кейін мынау дәрумен жетіспеушілік болатын болса, әрине анализдер тапсыру керек. Одан кейін өсу гормондарының деңгейін білу керек. Әрине мынау тестостерон гормондарын қалай жұмыс істеп жатуы, өсу гормондардың, соматотропный гормондардың қалай болып жатқандығы туралы әрине дәрігерге ерте жастан дабыл қағу керек. Бұндай жағдайды ерте жастан қолға алу керек. Осы кезден бастап эндокринолог мамандар, андролог мамандар, яғни балалар андрологы бар, ересек андрологтар бар, дәрігерлер бар. Соларға жүгіну керек, анализден өткізіп, қазір өйткені 21 ғасыр дамыған заман, бүкіл диагностика, яғни тексеру әдістері бар. Соған байланысты ерте дабыл қағатын болсаңыздар, бұны алдын алуға әрине болады. Келесі, мынау балаларға әрине үйрету. Мынау жыныс органдармен ойнаудың қажеті жоқ. Өйткені бұл ертеңгі күні біреудің әке болуға, мынау баланың дұрыс тәрбиеленуіне дұрыс жол көрсету керек. Өйткені осы арқылы мынау көп ер азаматтар депрессияға түсіп кетіп жатқандар бар. Әйелмен үйлену арқылы жыныс мүшенің кішкентай болуына байланысты баняға да бара алмайды. Мынау кейбір қысылғанның әсерінен кейбір нашақорлыққа түсіп кеткен жағдайлар бар. Мынау одан кейін мынау бұл депрессияның кесірінен өзімен мынау психикалық ауруларға ұшыратуы мүмкін. Өйткені бұл адамның психикасына, еркектің психикасына қатты әсер беруі мүмкін. Соған байланысты бұны әрине алдын алу керектігін жаңа сіздерге түсіндіріп кеттім. Бала кезден бастап көңіл бөлуіміз керек. Мынау ер баланың іштей айта алмай қысылу сезімдерімен сол өзінің әлемінде қалып кету арқылы ол болашақта әке болмай қалып қауіптері бар. Әрине бұл тек қана айтып отқан сіздерге себептерінің бірқатары. Және де бұны қалай алдын алуға болады, қалай және емдеуге болады, осы туралы түсіндіріп кетсек. Жігіттер андай рекламаға сеніп, анау айтты екен, мынау айтты екен деп алдана бермеңіздер. Бұл жерде тек қана 3 жолы бар. Егер мүшенің дамымай қалуы болатын болса, бірінші, егер ересек болсаңыз, жасыңыз переходной возраст өтіп кеткен болса, орта жаста болсаңыз, сіздерге мынау егер басқа да гормондық бұзылыстар болмайтын болса, экстендер помпалардың көмегі тиюі мүмкін сізге. Осы арқылы мүшені созып өз нормасынан 2 сантиметр ма, 2,5 сантиметр ма өсіру мүмкіндігі бар. Екінші себептердің бірі өсірудің. Бұл айтып кеткендей мынау гормондарды реттеу. Егер бойыңызда гормондық бұзылыс болса, яғни өсу гормондарын тоқтап қалу болатын болса, жыныс мүшесінің осы гормондарға байланысты дамымай қалатын болса, гормондарды реттеу арқылы эндокринолог мамандардан кеңесін ала отырып өсіріп қалпына келтіруге болады. Бірақ бұны өте мұқият болу керек. Өйткені гормондардың бір қасиеті бар, жыныс мүшені қалпына келтіру мүмкін. Екінші қасиеті бар, мынау аталық бездің, яғни тестикулалардың семіп қалуына, яғни кішірейіп кетуіне алып келуі мүмкін.
Соған байланысты бұны жіті дәрігердің қадағалауында болу керек. Гормондар ойыншық емес, өйткені беталды гормондармен өз бетінше дәрі алып қолданудың қажеті жоқ. Үшінші себептерге бұл, яғни бұл ота, яғни бұны лигаментотомия деп айтады. Лигаментотомия жыныс мүшені ұстап тұрған байлам, осыны кесу арқылы бері қарай шығарады. Әрине бұны пластикалық хирургияда, яғни пластикалық операция жасайтын орталықтар айналысады. Бұны шығарғаннан кейін мынау экстендер аппаратын тағу керек болады. Өйткені тақпайтын болса, бұл мынау мүшенің қайтадан ішіне кіріп кетуі арқылы бекінбей қалуына алып келуі мүмкін. Енді мынау сіздерге бүгін қысқаша ғана себептерін атап өттім және алдын алу жолдарын, сонымен қатар емінің түрін айтып өттім. Достар, бүгінгі видеомыз сіздерге ұнаған болса, қалыс қалмаңыздар, достарыңызға таратуды ұмытпаңыздар, астына өз пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Өйткені бұл видео сізге болмаса да досыңызға көмек беруі мүмкін. Бүгінгі видеомды көріп тыңдаған оқырманыма көп алғыс айтамын. Сау сәлемет болыңыздар. Астына жігіттер келесіде қандай видео қозғағанымызды қалайсыздар, жазып кетіңіздер.